Саламатсыздар ма? Каналға қош келдіңіздер. Менің есімім Абзал Дүйсенбекұлы Малбасқанов, дәрігер-пульмонолог, торакалды хирург. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз бұл хобл, жаңағы хроническая обструктивная болезнь легких, созылмалы өкпенің обструктивті ауруы. Қазақшалап айтсақ қиын, хобл десек орысша жақсы естіледі, құлақта үйреніп қалған. Сол себептен бұл жаңағы хобл деген не ауру? Хобл деген өзі аты айтып тұрғандай хроническая обструктивная болезнь. Мына адам демалу барысында бронхтардан ауа өтеді деп айтып жүр әрқашанда. Ары қарай альвеоларға жеткен кезде өкпенің тінінде газ алмасу жүреді. Енді біз әрқашанда айтып жүргеніміз, ана өкпе тінінің сырқаттары көп жағдайда газ алмасудың бұзылуына алып келеді. Ауаның кіріп тұрады, бірақ газ алмасу қиындайды, соған байланысты неше түрлі аурулар болады. Хобл дегеніміз бұл бронх таяқшасының ағашының қабынуы. Алдында айтып кеткендей, бронх таяқшасына не кіреді жаңағы ағашына? Кеңірдек, көмей, кеңірдектен кейін бронхтар оңға солға бөлінеді, және де бронхиолалар болады төмен жағында. Сол оның қызметі енді мал сойғанда да көрген шығарсыздар, біз бәріміз сүтқоректі болған соң біздікі ұқсас болады. Мына сақина сияқты болып тұрады, кеңірдекте де бронхта да. Адам демалған кезде сақиналар созылады, демді шығарған кезде жиырылады. Немесе ана гофралар сияқты видеоға сантехникадағы. Енді оның шырышты қабаты шаңды ұстайды, тозаңды ұстайды, сол себептен шырыш бөліп отырады. Егер де аллергиялық жағдай болатын болса, нақа болмаса, мұны адам темекі шегетін болса, лас ауамен демалатын болса, әрқашанда бір ауру қабынып, емделмей созылмалы бронхитке ұластырып жіберетін болса, нақа болмаса, көп жағдайда туберкулезден кейін де осы хобл деген ауруға алып келіп жатады. Өйткені хобл жайдан жай бірден пайда болмайды. Хоблға алып келу үшін өкпенің созылмалы аурулары болады. Ол созылмалы бронхит жаңағы немесе инфекциялық басқа да аурулар. Сол енді айтып кеткендей, кеңірдек пен бронхтың шырышты қабаттары қалыпты жағдайда да қабынады. Мысалға, сап-сау адам үйіне жаңағы химиялық заттар алып жатады ғой, жаңағы ыдыс жуатын, немесе бас жуатын, қазір көп қой химияның түрлері. Кейбірде қарасаңыз иіс болады, сол иісіне алған кезде өкпеңіз қысып жөтеле бастайсыз. Сол сіздің шырышты қабаттың қабынуы. Оны біз аллергия дейміз де шығып кетеміз. Ол астма болуы мүмкін, ал көп жағдайда астманың дәрілері көмектеспей қалады, ингаляторлар. Ол хоблға ұқсап қалуы мүмкін. Хобл сол жаңағы шырышты қабаттың біртіндеп ісініп, кейін қалыңдауы. Ол қалыңдаған кезде, мысалға, кеңірдектің бронхтардың диаметрі осындай болатын болса, шырышты қабаты қабынған сайын бұның диаметрі көлемі кішірейіп, ауаның кіруі нашарлайды. Сіз қанша ауаны жұтқанмен, ол ары қарай кірмейді, төмен жақта альвеоларға ауа жетпей қалады. Сол кезде адам тұншыға бастайды. Оның симптомдары қандай? Саусақтардың басы сағат тіл сияқты, домалақ болу, және де саусақтардың барлығы ұзарып, барабан таяқшаларына ұқсап жатады, немесе ерін көгереді, түрлерде көзі бақырайып, адам арықтап кетуі мүмкін. Енді хобл дегеніміз сонда шырышты қабаттың әрдайым қабынып жүруі. Дер кезінде емдемеген соң, ол жай ғана дәрімен кете қоймайды. Бұл жерде антибиотикте көмектесе қоймайды. Сол себептен өкпе тінінен ерекшелігі хоблдың адамға кіретін ауа жолдарының қабынып тұруы. Бұны қалай анықтаймыз? Рентген арқылы айта алмаймыз. Компьютерлік томография арқылы айта алмаймыз. Біздің көретініміз тек қана симптомдарын, осындай себеп салдарын көреміз. Оны анықтайтын дүние ол спирография. Спирография деген өкпе сыйымдылығын анықтайтын дүние. Сіздің өкпеңіздегі бронх ағашындағы ауа кіру барысында кедергілері бар ма, жоқ па? Сол спирография арқылы ғана анықтаймыз. Сол себептен хобл дегеніміз тек қана спирометрия әдісі арқылы қойылады. Әрине компьютерлік томография керек, өйткені өкпедегі өзгерістерді қарап отырған дұрыс. Өйткені алдында айтып кеткендей, жаңа буллезді ауру, эмфизема өкпенің осы хобл ауруларында жиі кездесіп жатады. Бірден бір себебі оның темекі шегу. Темекі шегудің қажеті жоқ, ол өкпеңізді ұстаумен бірдей. Өкпеңіздің шырышты қабатын әрқашанда тітіркендіре беретін болсаңыз, өйстіп хобл ауруына алып келеді.
бұның жазылып кетеміз ба, әлде жазылмай қаламыз ба деген ойлар туындап жатады. Жазылып кету қиын, бірақ өмір сапасын жақсартып тұратындай дәрілер тағайындап көруге болады. Бет алды ананы мынаны іше берудің қажеті жоқ. Бұл жүйелі түрде емделетін ауру, созылмалы ауру. Тіпті осы адамдар осы хоббылмен өмір сүріп жатады. Оны мойындау керек, мойынсыну керек. Сол кезде өзіңізде қиналмайсыз психологиялық тұрғыдан. Дәрілерінде уақытылы қабылдап жүрсеңіз, тойға да барып билесеңіз болады. Кәдімгі қалыпты адамның өмірін сүре бересіз. Бұл хоббл диагнозы, бұл вердикт емес. Бұл жай ғана сізбен бірге өмір сүретін созылмалы ауру. Оны жақсартуға болады, немесе өршітіп алуға болады. Өршітіп алсаңыз, басқа да ақаулар туындайды. Алдыңғы бағдарламалардан көрсеңіз болады. Сау болыңыздар.